Сәлеметсіздер ме оқушылар? 3-ші сынып қазақ тілі. Бөлім атауы атақты тұлғалар. Бүгінгі сабақтың тақырыбы тұңғыш ғалым. Бүгінгі сабақта Шоқан Уәлиханов кім деген сұрақтың жауабын анықтайтын боласыздар. Сабақтың мақсаты оқыған мәтіннің мазмұнын түсіну, мәтін бойынша сұрақтарға жауап беру, септік, жіктік жалғауларын дұрыс қолдану, сөйлемдерді толықтырып, қатесіз жазу. Сөздік қоржын. Ғалым. Ғалым дегеніміз кім? Ғалым көп оқыған, оқымысты, білгір, білімді адам. Тұңғыш, бірінші, алғашқы деген мағынаны білдіреді. Сөздердің дұрыс жазылуы мен айтылуын есте сақтаңыздар. Тұңғыш, зерттеуші, зерттеуші, исследователь. Тұңғыш, алғашқы, бірінші, первый деген мағынаны білдіреді. Оқылым әрекеті. Мәтінді мұқият оқып, сұрақтарға жауап беріңіз. Бала Шоқан ақылды, білімді, тәрбиелі болды. Шоқан бала кезінен жақсы оқыды. Ресейдің кадет корпусында білім алды. Ол зерттеушілік жұмысын кадет корпусында оқып жүргенде бастады. Ол жазғы демалыс кезінде ел аузында тараған жырлар мен аңыз әңгімелерді жазып, жинауды, зерттеуді ұнататын. Кейін Шоқан тұңғыш ғалым атанды. Бірінші тапсырма. Мәтін бойынша сұраққа жауап беріңіз. Бала Шоқан қандай болды? Ол қайда оқыды? Шоқан нені ұнататын? Кейін Шоқан Уәлиханов қандай адам болды? Осы сұрақтардың жауаптарын мәтін бойынша қарап, жауаптарын табыңыздар. Тапсырманы орындап болсаңыздар, өздеріңізді дұрыс жауабымен тексеріп көріңіздер. Бала Шоқан ақылды, білімді, тәрбиелі болды. Ол Ресей кадет корпусында оқыды. Шоқан жырлар, аңыз әңгімелер жинап, зерттегенді ұнататын. Кейін Шоқан Уәлиханов тұңғыш ғалым болды. Сіздердің жауаптарыңыздың дұрыс болғанына сенемін. Келесі тапсырма. Мәтінді оқып, кімнің ненің, кімді нені, кімнен не деген сұрақтардың жауаптарын теріп жазыңыздар. Шоқан ұстаздарынан көп білім алды. Олардан зерттеу жасауды үйренді. Ұстаздары да Шоқанды дарынды, білімді бала ретінде бағалады. Шоқанның досы көп болды. Тапсырманы орындап болсаңыздар, дұрыс жауабымен тексеріп көріңіздер. Кімнің? Шоқанның. Кімді? Шоқанды. Нені? Зерттеу жасауды. Кімнен? Ұстаздарынан. Сіздердің де жауаптарыңыз дұрыс болды деп ойлаймын. Келесі қалай сұрағына жауаптарды тауып көріңіз. Бала Шоқан қалай оқыды? Ұстаздары Шоқанды қалай бағалады? Тапсырманы орындап болсаңыздар, дұрыс жауабымен салыстырып көріңіздер. Бала Шоқан жақсы оқыды. Ұстаздары Шоқанды дарынды, білімді бала деп бағалады. Жарайсыздар балалар, сіздердің де жауаптарыңыз дұрыс болды деген ойдамын. Келесі тапсырма жазылым тапсырмасы. 4-ші тапсырма тиісті сөздерді қойып жазыңыздар. Тиісті, қажетті сөздер білімді, Ресейде, тұңғыш ғалымы, зерттеу жасауды. Тапсырманы орындап болсаңыздар, дұрыс жауабымен тексеріп көрейік. Шоқан қазақтың тұңғыш ғалымы. Ол жас кезінде Ресейде оқыды. Шоқан өте талантты, білімді болды. Ол ұстаздарынан зерттеу жасауды үйренді. Сіздердің де жауаптарыңыз дұрыс деген ойдамын. Ал балалар,
айтылым тапсырмасы, диалогты жалғастырыңыздар. Сәлем, Әлібек. Сәлем, Саша. Әлібек, Шоқан Уәлиханов кім болған? Я, балалар, бүгінгі сұрақтарымыздың анықтаған ақпарат бойынша Шоқан Уәлиханов кім болды, қалай оқыды? Сұрақтарын өздеріңіз жалғастырып, өзара әңгіме құрастырыңыздар. Ал балалар, келесі тапсырма кел жаттайық айдары бойынша қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбаевтың Шоқан Уәлихановқа жазған өлеңі оқып танысайық. Құйрықты жұлдыз секілді, туды да көп тұрмады, көрген, білген өкінді, мін тағар жан болмады. Тағы да қайталап оқимыз. Құйрықты жұлдыз секілді, туды да көп тұрмады, көрген, білген өкінді, мін тағар жан болмады. Я, балалар, Абай Құнанбаевтың өлеңін жаттап алыңыздар. Алдарыңызда кеменің суреті берілген. Егер саған сабақ ұнаса және тапсырманың барлығын сәтті орындаған болсаң, желкенді жасыл түске бояңыз. Егер сіз сабақта белгілі бір қиындықтарды кездестірген болсаңыз, бірнеше сұраққа жауап бере алмай қалсаңыз, сары түске бояңыз. Егер сіз сабақ барысында тапсырмалар орындау қиындыққа түссе және мұғалімнің көмегін қажет ететін болсаңыз, онда желкеннің түсін қызыл түспен бояңыз. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар, балалар.